Қоқысты тастама. Қоқысты тастама дедім. Ай, мен сені сүйдім ғой арасында. Қоқысты тастама дедім ғой. Тастама қоқысты. Тастама қоқысты. Тастама, ал қоқысты. Ал сен кімсің? Мен сенің ұятыңмын. Жаным ау, саған не болды? Қабағың түсіп кетіпті ғой. Перизат, білесің ба? Мен осы бар ғой, ата-анамның мойнында отырудан шаршап кеттім ғой тұра. Дұрыс. Енді не болды? Жұмыс таптың ба? Ой, жоға. Енді ойлап тұрмын да, осы барып апамның үйіне тұрамын ғой деймін. Жауын, 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 сен жерге нәр беретін. Мен сондай жаңбырды жақсы көремін, тамшыларды, сондай бір дыбыстарын деген бір сүйемін ғой. Мен қысы, жазы, күзі, көктем айларында мына қол шатырсыз жүрмеймін. Жаңбыр жаусын, жаумасын жүре беретін себебі мен осы қол шатыр арқылы жаңбырды шақырғым келеді. Ана қараңызшы, жаңбыр жауған кезінде, мысалға көктемде деген жаңбыр көп жауады ғой, қол шатырдың астында жігітіңмен тұрасың. Қандай ғажап, қандай романтика дейсің ғой. Жігіттер, егерде мен сондай бір жаңбыр көп жауатын жерде тұрғым келеді, мысалы үшін Амазонка, мысалы жаңбыр көп жауады ғой ол жерде. Болмаса, маған жасанды жаңбыр жасап беретін жігіттер болса, хабарласыңыздар. Әйтпесе мен далада жаңбыр болмаса далаға шыққым келмейді. Тек жаңбыр жауған кезінде шығам. Сондай жігіттер болса, хабарласыңыздар. Жаңбыр, 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 мен сені сүйемін. Ей, Сабина, не болды? Суытқанға сонша үңіліп қарап отырсың? Не бар ішінде? Гүлназия, сен мен Дәурен деген жігітімді білесің ғой? Иә, білем. Сонымен енді не істерімді білмей отырмын. Не болып қалды? Ол маған жаңа бір SMS жазды. Мынаны қарашы. Екінші, бұдан былай кездеспей қояйықшы деп жазды. Сен не дедің? Мен енді жазайын деп едім, екінші SMS келді. Мынаны қарашы. Ой, кешірші, бұл саған емес. Перизат, шопингке барып қайтайықшы. Не істейсің ол жақта? Енді киімдерді көрейік та. Қанша уақыт алады? Енді бір 50-60 мың теңгеде кетеді енді. Мен негізі бар ғой, иә? Мына бүкіл Қазақстан бойынша ең қымбат визажистім ғой. Мына әнші әртістердің бәрі менің қолымнан өтеді, бәрі. Мен сіздерге бар ғой, бір құпия айтайын ба? Осы әншілер мен әртістерді ойлайсыздар, иә сіздер? Ойбай, неткен керемет, неткен әсем, неткен арулар, беттері тап-таза, шаштар өмір бойы сөйтіп жүреді деп ойлайсыздар ма? Иә, мұндай емес. Мен білем оларды, маған келеді. Беттері ісіп кеткен, көздері ісіп кеткен, ұйықтамаған, шаштары май-май. Мен оларды сиқырлы қолыммен бәрін жасаймын, әдемі қылып. Олар жүреді өздерінше жұлдыз болып. Негізі мен ғой жұлдыз, мен ғой оларды істеген. Жыныма келеді. Жарайды, қыздарды қойшы, ана еркек әншілер мен еркек әртістерді айтсаңызшы. Үйреніп алған ғой ана опа-далапқа. Опа-далапсыз жүре алмайды. Маған келеді, бетіме жақ берші, шашымды гелдеп берші, бүйтіп берші деп. Ой, қандай жыным ұстайды сондай еркектерге бар ғой. Тырнақтарына маникюр жасатып, беттеріне опадалап жағып, қастарына дейін жұлып берем ғой мен олардың. Сызғар Құдай сақтасын. Менің мұнда келген себебім енді мен өңкей әртістердің арасында, өңкей жұлдыздардың арасында жүргеннен кейін маған ана сол жұлдыз жігіттердің бәрі бір маған бір бауы қыздан ешқандай жері
кем емес, артық емес. Тура қыз сияқты. Сондықтан маған ондай опадалап дегенге ешқандай қызықпайтын, тырнақ тазалау, анау мынау, маған нағыз еркек керек, ондай ештемеге қызықпайтын. Нағыз еркек, еркектің еркегі керек. Сондай бар болса, маған хабарласыңыздар. Еркек деген тек қана маймылданып, сәл ғана әдемі болу керек қой. Мә, саған мына Сақина қандай күшті. Сенде қайдан жүр бұл? Оны маған бір жігіт сыйлыққа берген. Қай жігіт? Абылай ма? Жоқ, Абылай емес. Әлде Марат па? Марат емес. А мүмкін Нұржан шығар? Білесің бе? Есімде жоқ. Кондиционерді қосыңызшы, өтінемін, мына жақтың іші ысып кетті. Істемесе, я болмаса терезені ашыңыз. Мынаның ішінде түк ауа жоқ қой. Мен өзім өмір бойы ыстықтаймын да жүрем. Мүлдем сөйлеуге мынақтан мұршам жоқ болып тұр, басым айналып кетті құрсын. Құдай ай, ыстығын мына жердің. Мен өзім бар ғой, өмір бойы денем қызып жүреді мен. Қыста мен еш қашанда пальто, шапка, я болмаса жылы киім көрген емес. Егер де қар түссе, әдей салпылдақ киім киіп алам да, қарды езіп жүрем. Шіркін ай, сонда ғана мен денем кішкене болса да суып қалады ғой. Мұрша жоқ мына жерде. Терлеп те кеттім құрсын. Сөздің қысқасы, маған өмірі мұздап жүретін, денесі суық сондай жігіт керек. Мүмкін біз екеуміз қосылсақ, температурамыз бір-бірімізге өтіп, сонда ғана мен өзімді жақсы сезінетін шығармын. Ондай жігіттер болса, хабарласыңызшы. Тұқта кеттім мына жерден құрсын. Апай, енді өзіңіз білесіз қой, әйел бақытына не жатады екенін өзіңіз білесіз ғой. Білеміз ғой, шырағым, білеміз ғой шырағым. Енді сол мен сізге келіп тұрған себебім, маған әйел бақытын жасап беріңізші, бақытты етіңізші мені. Ой. Барыңызды салып бар ғой. Шырағым, қазіргі нарықтық экономика кезінде, бір нәрсе тегін болмайды, білесің ба? Білеміз ғой, шырағым. Бәрі қымбат, өте қымбат, шырағым, өте қымбат. Ақшам бар болса, бақыт тұрмақ бәрін қатырып тұрып береміз ғой саған. Ал әйел бақыты қанша? Әйел бақыты біздің прайсымыз бойынша $100 шырағым. $100 ма? Берем, міне $100 сізге. Мынау не? Не мынау? Көрмей тұрсыз ба? Мынау болмайды. Шырағым, мынау болмайды. Қалай болмайды? Болмайды мынау. Болмайды мынау. Қалай болмайды? Мүлдем болмайды мынау. Не деген ақша? Болмайды. Ол кішкентайлығынан не істеп тұрсыз ба? Ол кішкентай болса, зато қалтаға жақсы сиып кетеді ғой. Болмайды бұл. Жарайды, онда міне тағы да $100 сізге. Ай, шырағым, мынау немене? Бұл болмайды. Сіз қызық екенсіз, $100 деп алып, енді $200 алдыңыз ғой. Жетеді алдағы сізге. Ай, мынау болмайды деп тұрмын ғой, саған болмайды деп тұрмын ғой. Жарайды, онда міне тағы да $100, $300 ғой беріңіз. Ойбай. Мынау немене өзі, а? Немене, не деген ақша мынау, а? Сондай ақша. Не деген кішкентай ақша мынау, а? Деген кішкентай ақша мынау, а? Ай, Есесіне кез келген жерге сиып кете береді ол. сиіп кетеді. Андай ұзын болып симай тұрмайды. Нәй сиып. Симайды дейсің ба? Шырағым. Жарайды. Сервистан өткізіп үлкен қылаңыз, егер керек болса. Шырағым ау. Ай, шырағым ау. Ақшан өзі кішкентай екен, ол кішкентай. Жүрегім ауырады, қарасам бар ғой. Бақыт керек дейді ғой. Әйел бақытын сыйлаңызшы. Әйел бақытын. Енді ақшаң қандай кішкентай, сондай кішкентай бақыт әкел. Жасап берейін. Үй, шырағым. Осы мен бар ғой, кәмпит болмаса аштан қалатын шығармын. Бала кезімнен тәттіге мен құмармын. Кәмпитті көрсем, өзімді ұста алмаймын. Содан мен тістерім бар ғой, бәрі шіріп кетті. Көріп тұрсыңдар ғой?
шіріп кетті мен тістерім. Қанша тазарттым, қанша рет жұлдырдым. Жаңадан тіс шығады ғой, жаңадан шығып, сосын осылай кәмпитті көрем, жейм да, тістерім тағы да құрттап кетеді бәрі. Ауырып кетті тісім. Қаншама өзімді ұстайым деп, жоқ, кәмпитті жемеймін деп, тұрам, қонаққа барасын, дастарханға жайнатып қояды кәмпиттерді. Қалай оны жемесін? Барасын да, стөлдің үстінен кәмпитті аласын да, жейсін. Содан бүкіл тістерім мен шіріп кетті. Осы хабарламаға келген жағдайым маған бір тістерді емдейтін жігіт бар ғой, стоматолог деген. Келіп мен тісімді менің емдешіп, сені осы жерде асыға күтем. Капитан Тасыбаева, сіз неге жылдамдықты көшеттіңіз? 120 мен ұшып шықтыңыз. Бұл не деген сұмдық? Мынау жерде 65 жүру керек. Сіз оны да білмейсіз ба? Қараңызшы, біз екеуміз 120-ны 2-ге бөлгенде 60-тан шығады. Бойдақ бойжеткендер, егер болашақ ата-енеңіздің ең сүйікті келін атанғыңыз келсе, супер келін Айдарының кеңесіне құлақ асыңыз. Оның кеңестерін бұлжытпай орындасаңыз, сізден артық дап-дайын келін табыла қоймас. Сәлем келіндер. Сіздер ойлап тұрған шығарсыздар, мен кіммен сөйлесіп жатыр, не деп айтып жатыр деп. Мен өз-өзімен сөйлесіп тұрған жоқ. Мен енемнің қылықтарын қайталап жатырмын. Сіздер білесіздер, бұл енелерге деген ештеңе жақпайды. Қалай жұмыс істегеніңізге де ұнатпайды, қалай тамақ жасағаныңызда ұнатпайды. Әйтеуір біреумен ұрысып қалса болды, келеді де сенің өшіңді барып алады ғой. Дәл осы жерде мен керемет бір амал таптым да. Ол үшін менің кеңесімді тыңдаңыздар. Егер менің кеңесімді тыңдайтын болсаңыздар, сізден артық келін болмайды. Мен сіздерге айта кетейін. Енем менің көз жасымды көтере алмайды. Мен жыласам болды, жүрегі деген езіліп, менің қасынан жанынан шықпай қалады ғой. Ал мен соны өзімнің амалыма қолданамын. Ол үшін сізге жасырын қару керек. Ол менде мысалы үшін пияз. Пияз деген маған талай діттеген нәрсеме жетуіме көмектесті. Ал ендеше келіндер, бастайық. Неке аласыз. Енеңіз келіп, ана жерде айқайласып, бірдемені айтып жатады. Сіз оған құлақ аспай-ақ қойын, сөйлей берсін. Сізде сол кезін сол пайдаланысты, тез пиязды ашасыздар, тез ашасыздар. Ол анаяқта ұрсып жатады, әйтеуір осы келін оңбаған деп айтып жатады. Сіз қалай қатты сөйт, соғырым сізді қатты, пиязды бүйтіп. Тез. Естімейсіз оны айқайлаған сөздеріне осылай бүйтіп. Дәл осы жерде осындай кезде жас шықпай қалады. Сол кезде аласызда екінші пиязыңызды аласызда тез. Ол міндетті түрде қалтада тұру керек. Аласызда тез. Былай. Ана сөйлеп жатыр. Мән бермей ақ қойыңыз, тез өзінің жұмысын бітіріңіз. Ары қойып қоя салыңыз. Аласыз. Тестік қайтада бір бастайсыз. Қайтадан жас кемей қалсын өзін. Ескеме қалсыздарды, сөйтіп көзіңізден жас шыға берді. Дейсіз, енеңіз қасына келген кезде көзіңізді бүйтіп сүртіп жылап қоясыз. Сол кезде ол сізге қарап шығып қалады. Мінекей супер келіндер, егер де менің кеңесімді айтып болсаңыз, сізден артық келін болмайды.